Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Босағаңыздан аттайын деп тұрған жаңа жыл үйіңізге берекесімен, мерекесімен кірсін. Ал қыздар, мынау кәдуілгі патшуба, жыл сайын жасайтын патшуба. Биыл бір ерекше етіп жасасаңыз болады. Ол үшін балық керек, картоп, сәбіз, жұмыртқа, пияз, қызылша, одан кейін мынау помидор, Аяз атаның мұрнына және 2 маслина Аяз атаның көзіне. Егер маслина жоқ десеңіз, дөңгелек қара бұрышты да қойсаңыз болады. Сұйық май керек, одан кейін әрине майонез керек болады. Ең алдымен жұмыртқаны ағы мен сарысын бір-бірінен бөліп аламыз, қыздар. Мінекей, тура осы видеодағындай. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушыны баса кетіңіздер. Мінекей, бөліп жатырмыз. Негізі үшеуі де жарайды. Үшеуі де жетеді. Ал мен 4 жұмыртқа алып қойыппын. Енді ең бірінші теркінің ұсағынан ағын өткізіп аламыз. Жұмыртқаның ағын теркінің ұсағынан өткізіп аламыз. Одан кейін сарысын өткізіп аламыз. Екеуін 2 бөлек жеке-жеке өткіземіз, қыздар, мінекей, тура осындай қылып. Бұл дайын болды. Енді келесі бір ыдысқа қызылша, бір ғана қызылша сізге былай жетіп жатыр, қыздар. Менде даже кішкене артық қалды. Кішкентай ғана қызылша. Мінекей, бұл өтті. Енді біз пиязымызды турап алайық. Қыздар, пияз қоспайым десеңіз, қоспай-ақ қойыңыз. Ол міндетті түрде емес. Егер сол күні жеп қойынады десеңіз, онда қосыңыз. Ертең де жейміз десеңіз, қосып керек емес онда пиязды. Пиязымызды ұсақтап турап алдық. Енді бастаймыз. Мінекей, пиязымызды дөңгелек етіп, кішкене сопақтау дөңгелек етіп, тарелкамызға салып алдық. Бір шетінен кішкене бөлеміз осылай. Бұл Аяз атаның шапкасы, қыздар. Енді сұйық майды мына пияздың үстінен кішкене құйып шығамыз. Кәдуілгі шемішкенің майы да жарап жатыр. Мен оливковый масло қойдым. Енді оның үстінен, қыздар, мына балықты қойып шығамыз. Мен балықты ұмытып кетіппін дағы, жаңа бірден картопқа кірісіп кетіппін. Сондықтан картопты байқаусызда теркадан өткізіп жібердім, қыздар. Картопты бөлек содан кейін алып қойдым басқа ыдысқа. Мінекей, балықты қойдым. Өзі әрбір слой қойған сайын өзі кішкене Аяз атаның басына ұқсай береді өзі. Міне, қыздар, мен картопты қойып жатырмын. Картопты, қыздар, теркадан осы тарелканың үстіне өткізіңіздер. Бұлай алдын ала өткізіп алмаңыздар. Міне, осылай істеген кезде пышный болады, воздушный болады, қыздар. Мінекей, картопты өткіздім. Пияз, балық, картоп. Енді картоптың үстінен майонез жағамыз. Майонезіне сетка дейді ғой. Майонезді өткізіп, үстінен кішкене жақтым, қыздар. Пішінін жөндедім, бір сөзбен айтқанда. Аяз атаның басына ұқсап келе жатыр. Енді оның үстінен сәбізді де үстінен өткізіңіздер, қыздар. Алдын ала өткізіп қойып, тарелкаға қоюдың керегі жоқ. Мінекей. Мен майонезді кішкене азырақ салдым, өйткені жаңа астында көбірек салып жіберген болатынмын. Енді бастаймыз. Сақал. Бұл Аяз атаның сақалы. Жаңағы жұмыртқаның ағын сақал қылып жасап жатырмыз, қыздар. Ақ сақалды, ақ киімді денелі ақ сақалды, соқырымлықау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды деген Абай атамыздың өлеңін бұрын мен Аяз атаға арнайды екен деп ойлайтынмын. Мінекей, ерекше салат болады, қыздар, дастарханыңызда бір бұрынғыдан өзгеше болады. Ал мынау жұмыртқаның сарысы. Бұны менен біз Аяз атаның бетін жасаймыз, қыздар. Асағатты үлкен қылып жібермеңіздер, осылай ғана беті жасалады. Одан кейін мынау Аяз атаның шапкасының мехі дейміз ғой.
Аяз атаның шапкасының мехі. Ал мынау Аяз атаның шапкасының шашақ дейді қазақта. Шашағы. Бізде шашақ дейді, мүмкін басқа жақта басқадай айтатын шығар. Мінекей, енді кішкене жөндеп жіберейік. Аяз атаға ұқсап келе жатыр ма? Ақырындап. Иә, енді қызылша Аяз атаның шапкасы жасалады, қыздар. Ал қызыл түстес. Керемет әйбат көрінеді, қыздар. Әдемі көрінеді қызылша. Мінекей, қызылшаның үстінен кішкене майонез жағып жібергенді жөн көрдім. Әйтпесе құрғақтау болып кететін сияқты. Жұмыртқа сияқты емес, мына қызылша кішкене енді ауырлау ғой. Құрғақтау болып кетеді. Сондықтан кішкене майонез жаққанды жөн көрдім. Мінекей, қызылшамен осылай Аяз атаның шапкасын жасап шығардық. Әдемі, е? Мынау помидор. Осы помидорды шетінен кесіп аламыздағы дөңгелетіп Аяз атаның мұрын қыламыз. Егер чири помидор болса, бір ғана кішкентай помидор. Тіпті жақсы болар еді, ортасынан қақ бөліп қоя салатын. Аны кішкене пішіндеп, дөңгелетіп. Одан кейін мынау 2 маслина. Маслинадан көзін жасадым. Қыздар, әрбір көзіне бір 5-6 штук қарабұрыш, дөңгелек қарабұрыш қойсаңыздар болады. 2 маслинаға бола, бір банкыны ашпаяқ, бір қалбырды ашпаяқ. Міне, біздің Аяз атамыз, патшубамыз дайын, қыздар. Арнаға жазылып кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қыздар, сіздерге әйел бақытын, ана бақытын тілеймін. Пока!